How are you today? Welcome to the 8th unit, Healthy Habits, page 86. Let's start our lesson from exercise 1, Vocabulary Priorities. Сәлем құрметті оқушы, 8-ші бөлімге қош келдің. Healthy Habits дегеніміз денсаулыққа пайдалы әдеттер деп аударсақ болады. 87-ші беттегі бірінші тапсырманы орындайық. Бұнда сөздер мен суреттерді сәйкестендіреміз. Do sports. C. Shop for clothes. Do sports дегеніміз спортпен айланысу. Shop for clothes. Киімдер сатып алу. Hang out with friends. Достармен кездесу. Do something creative. Жаңадан бір нәрсені ойлап табу. Get табу немесе жасау сол нәрсені креативный. Get enough sleep. Ұйқыны қандыру. Have time for yourself. Өзіне уақыт табу. Help around the house. Көмектесу. Үй шаруашылығына көмектесу. Chat with friends online. Достарыңмен онлайнда сөйлесу. Әріптері жазылып тұр. Матчинг жасап қойдым. 3-ші тапсырма, 2-ші тапсырма өкінішке орай менде жоқ болғандықтан мен 3-ші тапсырманы орындадым. Бұнда не дейді? Бұнда осы тағы да 1-ші тапсырмаға байланысты сөздерге, фразаларға немесе сөздерге бұл жерде етістік деп тұр. Бір етістікті аласың, немесе осы 1-ші тапсырмадағы фразаны аласың да, соған байланысты өз ойынды айтасың дейді. Мен бұлай жаздым. I thought of interesting for picture B because I like spend time with my friends. Мен ойладым, өткен шақта тұр, think деген сөздің өткен шағы thought болып тұр. Мен ойладым. Interesting деген бізде қызықты деген сын есімді алып отырмын мен. Қызықты сын есімі бізде picture B-ға келеді. B бізде B? Hang out with friends, достарымен уақыт өткізу болып есептеледі. Сондықтан бұл суретті мен қызықты деп айта аламын. Себебі маған достарымен уақыт өткізген ұнайды. 2-ші, for picture F. F суреті бізде қандай сурет? Көмектесу. I thought of help around the house. Мен ойладым, үй шаруашылығына көмектесу. Because it's our duty. Үй шаруашылығына көмектесу мен үшін ол біздің міндетіміз. Осылай бір сын есім алдым, бір суретке қарап, 2-ші сол суреттің өзін таңдап алып, сол сурет жайлы айттым. Бұл біздің міндетіміз деп. Осындай 2 сөйлем жасадым 3-ші тапсырмаға. Келесі 4-ші тапсырма бізде make notes about activities in exercise 1. Қайтадан 1-ші тапсырмаға қараймыз. Бұнда then talk to your partner, өзінің досына айт дейді. Сұрақ қойылып тұр, осы сұрақтарға жауап беру керек. 1-ші сұрақ, which 2 things in the list in exercise 1 are most important to you, why? Осы 1-ші тапсырмадағы сен үшін ең маңызды 2 іс-әрекет қайсысы? Неге және? 2-ші, which things do you argue about with your parents? 2-ші сұрақта сен өзінің ата-анаңмен қай кезде, қандай заттарда, қандай іс-әрекетте спорить етіп қаласың дейді. 3-ші, which one thing stresses you most, why? Қай нәрсе саған стресс береді дейді. Осы суретке қарап тұрып жауап бер дейді. Қай нәрсе ұнамайды деген сөз. Сонда 4-ші, which activities do you have a good time doing? Қай сурет сен үшін жақсы уақыт өткізу болып табылады дейді. For which activities do you have to be responsible? Ал қай суретке сен более ответственный, жауапкершілік танытасың дейді. Қай суретке? Сен осы суретте болсан дейді. Сен қайсына жауапкершілік танытар едің дейді. 1-ші өзімнің сөйлемдерім переводын аударып берейін. I think
The most important thing is help around the house, so I like help to my parents and do my duty every day. Менің ойымша маңызды, бұл жерде маңызды сурет мен көмектесу, үй шаруашылығына көмектесу. Себебі мен маған ата-анама көмектескен ұнайды және де мен күнде өзімнің міндетімді орындап отырамын. Екінші сөйлем I think doing something creative because my father doesn't like my paintings and he doesn't understand my creative work by paints. We argue about paintings. Менің ойымша, мен креативный жаңадан бір нәрсе жасаған кезде, сурет салған кезде, менің әкем оны түсінбейді және оған менің суреттерім ұнамайды. Осы жағынан біз ылғи спорить етіп қаламыз. Үшінші, I think chatting with friends online, so some friends don't polite to each other. They can speak rude words. Менің ойымша, онлайн достарыммен сөйлескен, мына жерде сұрақ қой, бізде сұраққа жауап беріп тұрмыз. Стресс істеп тұр, үшінші сөйлемде қай нәрсе саған более стресс береді, ұнамайды деген сөз. Осы менің ойымша онлайн сөйлескен қатты маған ұнамайды. Себебі балалар, оның ішінде отырған балалар бір-біріне сондай дөрекі сөздер айтып қояды. Сол үшін маған ұнамайды. I think doing sports, so when I do sport, play football, it is useful for my healthy habit. Төртінші сұрақ бізде қай сурет саған уақыт жақсы өткізгенін ұнайды деген секілді. Төртінші сөйлемде мен спортты таңдадым. Мына жерде футбол ойнап жүрген суретті таңдадым. Футбол ойнап жүр бұлар. Себебі футбол менің денсаулығыма пайдалы. Бұл сондай здоровая привычка дейді ғой. Денсаулыққа пайдасы бар әдет, спортпен шұғылдану. Бесінші сөйлем. Қайсына более ответственный деп тұр ғой, жаңа жауапкершілік танытасың қай суретке дегенде, мен қайтадан бұл суреттердің ішінен жауапкершілік танытатын F суретін таңдап алдым. I think help around the house, so I must do housework so accurate as my mother wishes. Менің ойымша более жауапкершілік танытатын сурет бұнда F суреті. F-та біз неме сурет? Бұл үй шаруашылығына көмектесу суреті. Мен I must do, мен істеу керекпін, үй шаруашылығын істеу керекпін, мен оған ответственный міне. Қалай істейсің сен? Оны тиянақты істейсің. Менің мамам қалайтындай етіп істеймін. Мен более ответственный қараймын үй шаруашылығына. Осы суреттердің ішіндегі сәйкес келетін, осы сөзге, жауапкершілік сөзіне сәйкес келетін осы сурет қана деп ойладым. Сол себептен осыны таңдап алдым. Ал сендер өздерің қайсы ұнайды, соны таңдап алуына болады. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.